Дана Вайт, жақында көресің, сен менің атымды жаттап аласың, 1-2 жылда UFC чемпионы боламын, иншалла. Оу, Шавкат Рахмонов па, о құдайым-ау, бұл жігіт ең қорқынышты. Бұл жігіт ең байқалмай қалғандардың бірі, әр жауынгер одан қашады, және де аты ондай үлкен емес, бірақ сондай болу керек еді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз Шавкат Рахмоновтың UFC-дегі қаншама қан мен тері төгілген жолына шолуғы жасаймыз. UFC-дегі ең бірінші қазақ Шавкат қалай осы 4 жылда UFC-де ең танымал жауынгерлердің біреуіне айналды. Бұның бәріне осы видеода жауап бар. Жақсылап дайындалыңыздар, біз бастаймыз. Шавкат Рахмонов 2019 жылдың шілдесінде UFC-мен контрактқа қол қойған және де американдық ең мықты MMA лигасының ең бірінші қазағы болып саналады. UFC октагонына жай адамдар кіре алмайды. UFC-дегі алғашқы қазақ атану үшін үлкен жол өтілген. Көптеген жеңістер мен мықты организацияда чемпиондық деңгейлер. Бұның бәрі Шавкатта болды. Бірақ ең бастысы Шавкаттың жекпе-жектері бәрі ең жарқын, көрермендердің жүректерін жандырып спортқа қызығушылықты арттыратын деңгейде болды. Бұл критерий UFC лигасында қазір бастысы болып келеді. Мінсіз рекордты UFC бастықтарын үлкен үмітке арттырды. Және де бұл үміт қазір уақыт өткен соң толық ақталды деп айтса болады. Бірақ алға жүгірмейік, Шавкат Рахмоновтың жолы UFC-де пандемия басталуымен қиылысты. Пандемия басталған үшін алғашқы жекпе-жегінің уақыты созылып кетті. 20 жылдың қазан айында өзінің дебютын өте мықты қарсыласқа өткізді. Бұндай атақты қарсылас ақшта әлі танымал емес, біздің жауынгер үшін үлкен вызов болып көрінді. Дебютты ең мықтылармен өткізу қазақтар үшін дәстүр болып кеткен сияқты. Бұндай қиындыққа қарамастан Шавкат октагонға нағыз профессионал, болашақ чемпион ретінде сенімді шықты. Шавкаттың қарсыласы Алекс Оливейра, тәжірибелі UFC ветераны, оңай беріле салмайды. Жекпе-жек басынан бастап қызықты өтті. Оливейраның 1-2 соққысы жетті. Өзін тым еркін ұстап, оңай жеңіс болатын сияқты қимылдады. Шавкат бірінші номер болып жұмыс істеп, октагон ортасын алып алды. Комментаторлар дебютанттың сенімді бастағанын айтты. Бірінен бірі аяқтан лоу-кик соққылары жақсы өтіп жатты. Көп ұзамай Шавкаттың бізге қазір танымал прессингі басталды. Басын еңкейте бастаған қарсыласқа тура сол сәтте тіземен соққы күтіп тұрды. Кейін ковбой өзінің күресіне сеніп, Шавкатқа тейкдаун жасағысы келді. Бұл әрине үлкен қателік. Ондай мүмкіндік Рахмонов өткізіп алмайды. Өте тығыз сахват алған соң аяқпен гильотинаны жауып, бірінші раундта бірінші UFC жеңісін өзінің рекордына жазып алды. Бұл сенсациялық жеңіс Қазақстанның UFC-де көрсететіні бар екенін бүкіл әлемге білдірді. Шавкаттың жарқын келбеті мен жарқын жеңісі біраз американдықтардың назарын дебютантқа аударды. Дивизионда Шавкатқа ең қауіпті қарсыластың атын жазыңыз, талқылап көрейік. Сіздің комментарийіңіз каналға жақсы көмек. Келесі жекпе-жек Мишель Бразиреспен 21 жылдың маусымында болды. Бұл қарсыластың бойы бұл салмаққа аласа болса да, дене бітімі өте шымыр. Физикалық күші көп, қауіпті жауынгер. Комментаторлар оны кішкентай танк деп атады. Шавкат бойы аласа қарсыласқа дұрыс тактика қолдана бастады. Алыс дистанциядан джеб арқылы қорғанысты тесе бастады. Мишель дистанция қысқартып клинчқа ұмтылды. Бірақ өзі тейкдаун өткізіп астында қалды. Мишель күресте де стойкада да өзінің деңгейі төмен екенін сезген сияқты. Солай бірінші раунд аяқталды. Екінші раундты Рахмонов сенімдірек бастады. Джебке қоса аяқпен де жақсы соққылар ұра бастады. Вертушка ұрған соң тіземен әдеттегідей соққы тигізді. Шавкат жерде өзінің Ground and Pound қуатын да көрсетуге үлгерді. That might, oh my goodness, look at him step over that. That was slick. That was nasty. Another one. Oh, another. Oh, Rachmanov trying to close the show here. Oh my big goodness. ground and pound here. Бұндай соққылардан кейін әлсіз қарсылас сабмишнге түсуі вопрос времени болды. Екінші сенімді жеңіс, досрочный победа, керемет бастау. Undefeated Shavkat Nomad Rachmanov.
22 жылдың ақпанында 3-ші жекпе-жек Карлстон Харриспен болды. UFC Fight Night 200 бұл жекпе-жек үшін қазақ батыры сол кештің ең керемет көрінісі деген дәреже алып, ақшалай бонусқа ие болды. Жекпе-жек стойкада разведкасыз басталды. Шавкат әдеттегідей октагон ортасын қарсыласына бермеді. Көп ұзамай әдемі аяқпен айналып ішке тепті. Қарсылас клинчқа ұмтылды. Шавкат самбо дзюдодағыдай зацеп жасап керемет тейкдаун жасады. Бірақ қарсыласты жерде ұстай алмады. Келесі мезетте Шавкат өзінің UFC-де ең әдемі соққыларының бірін Харристың басына жеткізеді. Бұл соққы кейін хайлайттарда көп қайталанады. Таң қалған Карлстонды жерде Грэнд энд Паундпен нокаутқа жібереді. ақш комментаторлары осы салмақтағы жауынгерлердің ең үлкен проблемасы пайда болды деп Шавкаттың жеңісін тамашалады. Көрермендер Шавкаттың әр соққысы әсер әкелді. Жаңа ММА ұрпақ өкілі деп Номадтың өнеріне таңғалды. Спорт саласына қызықсаңыз, осы арнаға подписка жасаңыз. Бұл каналға үлкен көмек. Ал біз жалғастырамыз. Келесі Шавкаттың октагонда кездесуі сол жылдың жазында болды. Бұл кезі қарсылас UFC-де аса танымал Нил Магни болды. Жекпе-жек өте жылдам, ешқандай разведкасыз басталып кетті. Нил аяқпен жасалған соққысын ұстап алған Шавкат Нилді жерге құлатты. Жерде Номад Нилді Хаммер Фист деп аталатын соққылармен талқанын шығарды. Магни көп соққылар өткізсе де төзімді жауынгер. Бұндай позицияларда талай рет болған тәжірибелі ветеран. Келесі раунд біріншіге ұқсады. Нил қайта астында қалып көп соққылар қабылдады. Ал раундтың аяқталуына 2 секунд қалғанда Шавкаттың қылқындыру сабмишіне түсті. Бұл қазақ батырының екінші $50,000 бонус жеңісі. Идеалды рекорд сақталып тұр. 23 жылдың 5 наурызында UFC лигасында Шавкат үшін ең қиын жекпе-жегі өтті. Джефф Нил бұл нокаутер оңай өтілмейтін оппонентке ұқсады, және де дәл солай болды. Бұл жекпе-жек кейін лучший бой вечера деген атаққа ие болды. Джефф клинчта күшін тексеріп көреді, сосын нағыз рубка басталды. Нил Шавкаттың қорғанысында тесіктер байқаған сияқты әр соққысын нокаутты қуатпен тастауға тырысты. Номад бұған комбинациялармен жауап береді, және де Шавкаттың арсеналындағы ең мықты қарулардың бірі тізелермен Нилдің корпусын тексеріп тұрады. Бұл соққылар кейін қарсыластың төзімділігіне қатты ықпал етеді. Бұның бәрі дұрыс геймпланның белгісі. Тек арасындағы размендер артық болған сияқты. Бұл азарт спортшыларда ондай болады. UFC комментаторы Рахмоновтың спорттық агрессиясы жоғары екенін байқайды. Тек раундтың соңында 2 қатты соққы өткізіп алады. Рахмонов 2-ші раундта жақсы қабаттарда жұмыс істеді. Біресе денесіне, біресе басына ұрып, Нилға жиналуға тыным бермеді. Арасында Нил контратакада мүмкіндік іздеді, және де кейбір мезеттерде жақсы соққылар жеткізді. Шавкат өткізген соққыларды сезбеген сияқты, алға жүре берді. Ол өте қауіпті тактика, себебі Нилға сол керек болды. Тағы бір өткен соққыға тағы да істеп көр дегендей Рахмонов күлді. 3-ші раундтың басында Джефф Нил өзінің ең мықты комбинациясын дәл тигізеді. Осы кезде Номад өзінің төзімділігін көрсетеді. Басқа жауынгер ондайдан кейін өзіне келе алмайтын еді. Ал біздің батырға 3 секунд жеткілікті болды. Джефф алға жүре бастайды, тек мықты джебке ұрлады. Бұндай жекпе-жектің тағдырын төрешілерге қалдыруға болмайтынын Рахмонов біледі, және де оң қолымен дәл Нилдің аузына тигізеді. Нилдің аяқтары бұл соққыдан ойнап кетеді, бірақ қолдарында әлде қуаты сақталып тұрады. Қолын төмен түсіру үшін Шавкат дәл тізесін ішіне кигіздіреді. Байқұс Нил біресе ішін қорғайды, біресе басын. Ал Шавкат өзінің прессингін азайтуды ойламайды. Клинчта шынтақтарда жақсы өтеді. Нилдің бет мұрны қып-қызыл қанға айналады. Біраздан кейін боран басылғандай болды. Бірақ Шавкат Нилдің әлсіреген сезгендей. Бұндайды ешкім күтпеген. Тейкдаун жасамай-ақ тұрған аяқта Рахмонов қылқындыру сабмишн жасай бастайды. Нил 3 секунд өтпей жеңілгенін мойындайды.
Тағы бір жарқын жеңіс, енді қазақтың ақшта бәрі танитын болады. Енді қазіргі сәтке соңғы жекпе-жек Стивен Томпсонға болды. 23 жылдың 17 желтоқсан UFC 296. Ең басты интрига, жекпе-жекте Томпсон андердог болса да, ешқашан сабмишнмен жеңілмеген әйгілі. Ол факт шафқатқа кедергі болмады. Ешқандай қарсылық болмағандай атақты ветеранды жерге құлатып, қылқындырып жеңді. Бұл жекпе-жек бұның алдындағы жекпе-жектер сияқты хайлайттарға толы болмаса да, жеңіс ол жеңіс. Келесі қарсыластық титулға болу керек деп ойлаймын. Номытта ешкімде болмаған сұмдық рекорд. Бұл жеңістерді ерте аяқтаумен реферилердің шешімдеріне жеткізбеген. Ондай статистикамен UFC-де ешкім мақтана алмайды. Біздің батыр осы жылы чемпиондық белбеуді алады деп ойласаңыз, комментарияға жазыңыз. MMA спорт саласына қызықсаңыз, осы арнаға подписка жасаңыз. Бұл каналға үлкен көмек. Видеоны соңына дейін қараған үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенше барлығыңызға сәттілік.